Ауылыңның маңында төбе болса, ертеулі тұрған атпен тең. Ауылында ақылгөй қария болса, жазып қойған хатпен тең. 30 декабрьде Еңбекшілер районы Қазғырдық деген селода туғанмын. Содан енді Қазғырда орта мектебін 10 жылдық бітіріп, ол 59 жыл осында кооперативныйға түскен. Сол кооперативны бітіргеннен кейін 1 жыл 2 жыл елге барып жұмыс істеп, осында 1963 жылы тұрмысқа шықтым. 63 жылы әкелде тұрмысқа шыққам, содан бері осы Көкшетаудың тұрғынымын. 65 жылдан бастап онкология деген диспансерда завсклад болып, жарты ставкада кассир болып жұмыс істедім. Жұмысымда нем жаман болған жоқ. Қазір құрметті ветеранмын. Апайым қайтып 5 баласы қалып, оның 2 әйел баласын алып, оларды жоғары білім беріп оқыттым. Оқытқасын біреуі банкир, уже пенсияға шықты, екіншісі медициналық қызметкер. Одан кейін сіңдім қайтып кетті, оның 3 қызын алдым. Ол 3 қыздың үшеуіне де жоғарғы білім беріп, біреуі Қайша деген ауылда жақсы мұғалім, екінші қызым осында банкта істеген, қазір бала туып 3 баламенен үйде жұмыс істейді. Үшінші қызым Астанадағы қызым управление железной дорога деймі, сонда жұмыс атқарады. Осындай менің заслугам осы апайларымнан қалған жетім балаларды тәрбиеледім. Одан қалды, мынау еңбегімде жаман болған жоқпын. Профсоюзда да істедім, Құдайға шүкір. Содан бері 98 жылға дейін істедім. 35 жыл өтімім бар. Сол онкологияда 35 жыл. 35 жылда сол жерде істеп, бірақ жазу бар, сонымен пенсияға шықтым. Содан бері мен пенсионермін. Мына балалар бәрі өсті. Енді Аллаға шүкір әр жерде, бірақ қазір жалғыз тұрамын. Енді мына неге рахмет, пенсиясын алып отырмай сайын. Еңбегімнің жиылғаны сол деп есептеймін. Сол ендігі менің тілегім, мынау Қазақстанымыз гүлдене берсін, мынау жамандықтар кетсін. Алла тағала осы өсіріп жеткізген балаларымыз, немерелеріміз елге елеулі болып, халыққа қала болып, еңбектері жемісті болсын, абыройлы бақыт берсін. Бар тілегім сол елімізге тыныштық болсын, жақсылық болсын.